Бүгін сіздерге ауданның не екенін түсіндіретін боламыз. Және оны бүгін YouTube тұрмасында көрсететін боламыз. Ең бірінші міне. Бізде мына ауданды тап деп тұр, қияр. Онда шартында жазылып тұр. Фигураның ауданын тап дейді. Ал оның заттары толық шаршы, толық емес шаршы, шамамен ауданы дейді. Бізде толық шаршылар, ол түсіндіріп кетейін. Толық шаршылардың ішінде мына прям төрт қабырғасы бірде және сит тұрғандар ғана саналады. Санап алады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен. Ал толық емес шаршы деген мына жандары үсіп қиылып қалған шаршылар. 6 шаршы жазылып тұр. Ал толық емес шаршыларды санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 екен. 16 жазылып тұр. Енді біз шамамен ауданы деп тұр міне. Соған біздің толық шаршымызды бірінші жазамыз. Толық шаршымызды жазғанда 6 қосылған толық емес шаршы 16. 16 бөлу 2. 16-дан бірінші екіні бөлеміз. Сосын шыққан саннан 6-ны қосамыз. Біз бірінші 16-ны 2-ге бөлгенде 8 болады. 6-ны 8-ге қосқанда 14 болады. 14 сантиметр квадрат болады. Немесе дециметр квадрат. Квадраттың өздерінің шарты бар. Оны қазір түсіндіретін боламыз. Сосын бізде бұл математика сабағы 3-ші сынып. Есептер бар, ауданды өтеу керек. Толықты. Сіздерге түсіндіріп өтейік. Ауданның өзінің шаршылары бар. Ол қандай шаршылар? 1 дециметр бар. 1 дециметр сызықша ол 100 дециметр сантиметр квадратқа тең. Ал 1 метр квадрат сызықша 10.000 сантиметр квадратқа тең. Достар. Екінші геометриялық фигураның периметрін табайық. Ортасындағысын. Геометриялық фигураның периметрін тап дейді. Біз периметрді тапқанда 6-ға 6-ны қосамыз. 6-ны 3-ге қосамыз. Мынау тіке жолы, мынау ені. Тіке жолы енін қосамыз. Тостар қалайсыңдар? Кешіріңіздер.